Саламатсыздар ма? Есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Бүгінгі айтатыным гастрит. Гастрит дегеніміз не? Бұның клиникалық белгісі қандай? Сол туралы айтатын боламын. Гастрит, яғни бұл асқазанның шырышты қабатының бұзылуы нәтижесінде пайда болатын ауру. Гастриттің негізгі қоздырғыштары ең біріншіден бұл бактерия, бұл Helicobacter pylori деген бактерия. Осының әсерінен асқазанның шырышты қабаты бұзылады, одан эрозияға, язваға, тіпті онкологиялық ауруға алып келетін осы Helicobacter pylori болып табылады. Екінші бір себебі бұл дәрі-дәрмектердің әсерінен пайда болған гастрит. Яғни бас ауырса, тіс ауырса, түшкіріп қалса, бірден немесил ішіп, қабынуға қарсы ибупрофендерді ішіп, аспиринді ішудің нәтижесінде асқазанның шырышты қабаты бұзылып, гастритке алып келеді. Үшінші бір себебі бұл аутоиммунды аурулардың нәтижесінде асқазанда гастрит туындайды. Енді гастриттің өзінің сатысына келетін болсақ, жедел гастрит, созылмалы гастрит және де вирусный гастритте бөліп қарастырамыз. Негізі жедел гастриттардың бұл жедел гастрит бұл жаңағы жедел түрде пайда болады, анализдерде нейтрофилдердің жоғарылап кету нәтижесінен көруімізге болады. Созылмалы гастрит, яғни бұл дұрыс емдемеудің нәтижесінде емделмей ұзақ уақыт жүреді, бұл жиі обострение беріп тұрып, содан созылмалы түрге ауысып кетеді. Яғни инфекциялық гастрит дегеніміз бұл Эпштейн-Бар вирустың әсерінен, цитомегаловирустардың әсерінен, белгілі бір инфекциялық аурулардың нәтижесінде пайда болатын гастритті айтамыз. Егер де бұның нақты себебін білетін болса, бізге емдеу жеңіл болып табылады. Мысалға, бірінші жиі кездесетін гастрит бұл жаңағы Helicobacter қоздыратын гастрит. Бұны асқазанды ФГДС жасау кезінде бірден биопсия арқылы осы Helicobacter pyloriді анықтайды. Екіншісі уреазный тест, яғни үрлеу арқылы анықтауға болады бұл бактерияны. Екінші үлкен дәретті Helicobacter pyloриға тапсыру арқылы біле аламыз. Енді кейбір кездері, мысалға қан арқылы да Helicobacter pyloриді анықтауға болады, бірақ мен бұл қан арқылы Helicobacter pyloриді анықтауға кеңес бермес едім, себебі бұл нақты информация бермейді. Ең нақты информация береді бұл кал және де дыхательный тест. Не болмаса ФГДС жасау кезінде бірден анықтауға болатын жаңағы биопсия алу арқылы анықтайтын зерттеу әдісі болып табылады. Екінші бұл жаңағы вирусқа, яғни Эпштейн-Бар вирусқа, цитомегаловирусқа қан тапсыру арқылы анықтаймыз. Енді бұл гастриттің негізгі клиникалық белгілері қандай? Бұл жаңағы іштің сініп тұруы, іштің құрылдауы, шұрылдап тұруы, жаңағы асқазанның толып тұрған сезімі, асқазанның ауруы, түнде ауруы, тіпті тамаққа дейін кейін де ауырып тұруы, бұл асқазанның жаңағы бір клиникалық белгісі болып табылады. Бұны қалай анықтаймыз? Бұны ФГДС деген зерттеу әдісі анықтаймыз, яғни зонд жұту арқылы анықталынады. УЗИ арқылы анықтауға болады, бірақ бұл 100% сізге информация бермейді. Сол үшін ФГДС жұту арқылы ғана гастритті анықтауымызға болады. Тіпті онкологиялық адамдар болады, мысалға өңештен жүрмей қалады, ол кезде асқазанды анықтау үшін, ол кезде контрасты вещество арқылы, рентген арқылы жасауымызға болады. Еміне келетін болсақ, біз егерде бактерия, яғни Helicobacter pylori анықталатын болса, бактерияға қарсы ем қолданамыз, вирус себебі болатын болса, вирусқа қарсы ем қолданамыз, аутоиммунды болатын болса, яғни бұл науқасты жан-жақты зерттеу арқылы, анализдер тапсыру арқылы нақты емді қажет ететін зерттеу әдісі, зерттеу кезінде емдеуімізге болады. Бұл гастриттің түрлері көп, эрозивный гастрит бар, язва бар, өнекелі ішектің ойық жарасы бар. Бұның барлығын ФГДС арқылы анықтауға болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сізбен бірге болған Гүлдана Жанәліқызы. Ауырмайық.